Баршаңызға сәлем, қалайсыздар? Өткенде есептерге жауап беріп, кері байланыс жасағандарыңызға көптен көп рахмет. Енді сол есептердің шығарып жолын сіздерге ұсынайын. Қараңыздар, бірінші есеп қандай болды? 5 адам 5 минутта 5 маска тікті. Дұрыс па? Енді қанша адам X 100 минутта 100 маска тігеді? Осы сияқты есептер көп болады. 3 шұңқыр қазушы 5 шұңқырды 5 минутта қазды, қанша шұңқыр қазушы 100 минутта 100 шұңқыр қазды деген сұрақтардың саны өзгере береді. Ең бастысы адамның санын бірінші қатарға, уақытты екінші қатарға, уақытты өзгере береді. Күн, сағат, минут деп. Сонда нәтижеде өзгеріп тұрады. Әр есепке байланысты. Шұңқыр тұруы мүмкін, тағам жасады деп тұруы мүмкін. Сол себепті есептің шығару жолы ең бастысы осыны түсініп алуымыз. Бұл жерде қандай немен шығарамыз? Тақырыпты. Бұл пропорция тақырыбы. Яғни бізде x пен 100-ді қарама-қарсы тұрған 5-ке көбейтеміз. Яғни x көбейту 100 көбейту 5 тең болады. 5 пен 5-ті оған қарама-қарсы санға көбейтеміз. 5 көбейту 5 көбейту 100. Яғни x бір-біріне қарама-қарсы көбейтеміз. Осы жерде x табу үшін істейміз. X тең болады 5 көбейту 5 көбейту 100. Осы көбейтудің мәнін мына көбейткіштерге бөлеміз. 100 көбейту 5-ке. Сол кезде 100 пен 100 қысқарады, 5 пен 5 қысқарады, қалады 5. Сонда 100 минутта 100 масканы 5 адам тігіп бере алады екен. Рахмет. Енді екінші есепті түсіндіріп берейін. Екінші есеп қандай болды? Аяқ киім мен доптың бағасы $1.10 тұрады. Аяқ киім доптан $1 қымбатырақ дедік. Енді қараңыздар, мына $1.10-ті центке айналдырайық. $1-ды 100 цент бар. Сонда бұл 110 цент болады. Енді айтады, аяқ киім доллардан, аяқ киім доптан $1 қымбатырақ. $1 деген не ол? 100 цент. Яғни 100 центке қымбатырақ. Біз допты X деп бөлектеп алсақ, онда аяқ киіміміз X қосылған 100 цент болады. Қараңыз, аяқ киім мен допты қоссақ, не шығу керек? 110 цент шығу керек. Осы жерде x пен x қосамыз 2x болады. 110 тұра береді. Мына 100 теңдіктің ар жағына минус болып шығады. Сонда 2x тең болады 10-ға. Сәйкесінше x тең 5-ке. 5 цент. Яғни біз x деп не өрнектеп алдық? Допты өрнектеп алдық. Сұрақ бізді доп сұрады. Сонда добымыз 5 цент, ал аяқ киіміміз $1 5 цент, немесе 105 цент. Екеуін қосындысы $110 цент деп, ал екеуінің айырмасы 100 цент деп. Яғни аяқ киіміміз доптан 100 центке қымбатырақ, немесе $1 қымбатырақ. Рахмет. Енді үшінші есепке оралайық. Үшінші есеп не туралы? Бактерия туралы. Бактериялар күн сайын 2 есе өсіп тұрады. Бірінші күні 1, екінші күні 2, үшінші күні 4, төртінші күні 8, 16, 38 солай өсе береді. Енді қараңыз, бұл біздің 48 күнде толатын құтымыз. Егер біз бұл құтыға 1000 бактерия сияқты деп елестетсек, 1000 бактерия. Сәйкесінше бұның жартысы ол қанша бактерия? 500 бактерия. Енді қараңыз, бізде 500 бактерия болса, ол келесі күні 2 еселенсе әр бактерия, онда ол келесі күні қанша бактерия болады? 1000 бактерия болады. Сонда бір күн бұрын бізде 47-ші күн, міне осы 47-ші күні 500 бактерия бар, және жартысы толып тұр. Ал толық құты толу үшін бізге 48-ші күні 1000 бактерия болады. Түсіндіре алдым ба? Егер сізге қандай да бір есептің түсіндірілуі қиын болса, кері байланыс беріңіз, толығырақ, нақтырақ түсіндіруге тырысамыз. Бірақ осы есепте көбісі 24 деп қателескен. Яғни 48 күнде толады, жартысы 24 күнде толады деп. Бірақ бұл кішкене қателеу есеп. Назар аударып тыңдағаныңызға рахмет. Комментарий жазыңыз, репост жасаңыз өзіңіздің парақшаңызға. Бізді қолдап, лайк басып, пікір жазып тұрыңыздар. Өте қуанышты боламыз. Сіздерге тағы да жаңа есептер түсіруге уәде береміз. Рахмет.